Барлықтарыңызға сәлем достар, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Егер осы видеоны көрмесем, менің арнама тіркеліп, колокольчик басуны лайк басуды ұмытпайсыздар деген ойдамын. Және де бүгінгі видеода, яғни қазір сағат 9. Бірақ та мен свет жағып қойдым, жарық болу үшін. Таңғы 9, яғни кешкі сағат 9-ға дейін мен сіздермен бірге болатын боламын. Бүгінгі видеоның тақырыбы, яғни былайша айтқанда менімен бірге бір күндегі де болатын шығар, немесе кешкі сағат 9-ға дейін менімен бірге бол деп аталады. Достар, мен осы видеомды ұнатып лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше біз бастайық. Далаға шықтым. Далада екі күшігім күтіп тұрды. Содан кейін беті қолымды жудым. Ас жинай бастадым. Ең алдымен салды. Аспай жинап алдым, салды. Содан кейін төсекті жинадым. Міне, осылай төсекті жинадым. Төсекті жинап болғандықтан заттарды орнына қойып, шаң сүрттім. Содан кейін өзімнің гүлімді сүрттім, және де су құйдым. Өзімнің шашымды тарап, өзімді ретке келтірдім. Осындай бальзам және вазелинді жақтым. Дала қатты суық болғандықтан, содан кейін өзім дүкенге кеттім. Дала өте суық, шынымды айтсам, мен қазір дүкенге бара жатырмын. Және де өздеріңіз көріп тұрған жағаштарда қатты суық, қатты тоңып тұрмын. Себебі мен бір емес үш дүкенге бардым, сондықтан уже қатты қалдым. Дала қатты суық, аяз болып тұр. Шашып кеттім, вот қарасаңыздар, қызыл мен үш дүкенге бардым. Бақандай бір дүкенде асқабақ жоқ, бір дүкенде нан жоқ. Мен бірақ осы жылы нан жоқ болды, нан жоқ деген бар. Дүкенге бардым, асқабақ, тізбелім, в общем, үш дүкенге бірдей барып, кәдімгідей қатты қалдым, шынымен тоңып қалдым. Ал енді мен қазір сабақ оқитын боламын, кішкене жылынып алып киноны көріп аламын. Өзімнің ағылшынымды алып, ағылшынды оқыдым. Содан кейін өзімнің алгебрамды оқыдым. Алгебрадан есептер шығардым. Содан кейін сабағымды оқып бітірдім десемде болады. Ол пәтерді біз бір жыл ішінде пәтерді біз өзгерттік. Жатақхана. Айына миллион теңге депсіз. Миллион солай қалдырдық жолдастар, бірақ миллион теңгенің орнына миллион теңге. Біз жазды, менің мамама және өзіме норка бұшық. Содан кейін суреттер салып, оларды қиып, наклейка жасадым. Содан кейін өзімнің жеке күнделігімді толтырдым ертеңге. Уже сағат кешкі 9, және де мен кешкі тортымды жеп болдым. Және де қазір ұйықтайтын боламын, және бұл видео аяқталды кешкі 9-ға дейін. Менің ойымша бұл видеоны жақсы орындадым деген ойдамын. Міне өздеріңіз қарап тұрсаңыз, даланың өзі қараңғы болып кетті, шыны керек. Ал ендеше сау болыңыздар, осы видеома лайк басып, менің еңбегімді бағалаңыздар.